Қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен сүзбелі бәліштің оригинал рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептпен мен тапсырыстар қабылдап жүрмін. Өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Ұнымызды електен өткізіп, қопсытқышымызды салып, және де бөлме температурадағы сармайымызды қосып, тестаны, яғни крошка қылып жасаймыз. Сол кезде сіздің пирогыңыз үгілмелі, жұмсақ болып шығады. Қантымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды ұнымызға салып илейміз. Және ескеретін жайт, жасаңызға ұнды көп салып жүрмеңіз. Ондай жағдайда сіздің пирогыңыз қатты болып шығады. Осындай эластичный, жұмсақ тесто болуы керек. Енді кезекте пакетімізге тестамызды салып, 30 минутқа тоңазытуға қоямыз. Ендігі кезекте салмамызды дайындайық. Сүзбемізге қантымызды, жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, барлығын блендерлейміз. Сол кезде сіздің салмаңыз бір тегіс жұмсақ болып шығады. Қамырымызды осындай пергаментный бумагаға немесе осындай теплоновый коврик дейді, соған ұнымызды сеуіп, бір тегіс жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды осылай ортаға жинап алып, астына листімізді қойып, менде форма 24 диаметрлі, сіз 4-5 тағып жасасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Осылай жиектерін әдемілеп, тегіс қылып жабыстырамыз, салмамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Енді пирогымызды әсемдейміз. Мен қалған тестамды осылай узорлар жасап шығамын, ал сіз жидектермен әсемдесеңіз де болады. Енді өзіңіздің қалауыңыз. Жұмыртқаның сарысын пирогымызға бір тегіс қылып жағып шығамыз. Дайын болған пирогымызды 180 градусқа 45 минутқа духовкаға саламыз. Яғни 45 минут піскен соң, осылай қып-қызыл болған соң духовкадан шығармаймыз. Біраз уақыт тұру керек, 1-2 сағат. Енді формамыздан алып, оны суытып, үстіне сахарная пудра немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдейсіз. Мінеге достар, сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Сіздерге ескеретін жайт, 45 минуттан кейін духовкаңыз өшкен соң пирогыңызды алмаңыз, 2-3 сағат тұруы керек. Сол кезде сіздің сүзбеңіз өз орнына, өз қалпына түседі. Өте дәмді бәліш болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.